Міне 60-тан есептеңіз қазір. 60-тан 2000-ға дейін 40 жыл, 2000-нан бері міне 60 жыл. Жастай қалдық қой? Иә. Шешем қайтыс болғанда мен бірінші келеске болдым. Иә. Әкем қайтыс болғанда үшінші келесте болдым. Өмір сол. Содан бері ойлаңыз едім, 60 жылда қанша елді көрдік, қанша жерге бардық, қанша өзіміз ойламаған түсімізде елестетпеген адамдармен кездіктік. Мен 1991 жылы Қазақстанға көшіп келдім. 5 баламен Андреевкеде тұрдық, Андреевкеде 5 жыл болды. Онан кейін 97 жылы Талдықорған қаласына көшіп келдім. Баладар өйткені, баладар оқуға түсем, мектепке кірем дегеннен кейін көшіп кеп, содан бері осы Талдықорғанда тұрып жатырмыз. Бала шағамның бәрі осы өзі жанымда. Қызмет жұмыс жасайды бесеуде. Балалы шағалы болды. Немере шөберелер өсіп жатыр. Қырық жыл Монғолияда үлкен еңбек жасадыңыз. Монғолияның ұлы құралына да сайландыңыз. Алтын жұлдыз орден ел таппаған кеудеңізге тақтыңыз. Ол елде сізді сыйлады, қан көтерді. Ұлан-Батыр қаласында сол жылу жүйесінде жұмыс істеп жүрдік. Еңбегім айту бастықтар бағалап ұйымдық. Осының арқасында Ұлан-Батыр қаласының құрметті азаматы болдым. Районның құрметті азаматы болдым. Ұлан-Батыр қаласының партия комитетінің тұрақты мүшесі болдым. Құрмет орденімен марапатталдым. 91 жылы алтын жұлдыз орденімен марапатталдым. Жақсы жұмыс істедім. Бала кезде біз бір үйде бесеу болдық. Әке шешеміз ертеге қайтыс болды. Біз өзіміз ағайын туыстың жанында отырып, бір-бірімізге сүйеу болып, өсіп жетілдік. Оқыдық. Онан кейін 74 жылы Ұлан-Батыр қалаға көшіп барып, сонда қоныстандық. Есіңізде ме? Ауам қайтыс болатын жылы қыста домбыраға таласып сіз екеміз. Домбырамен ұрып, төсектен алып көтеріп жерге арқамен лақтырып бергенбіз. Сол арқамдағы сол алғашқы тиген таяқ қоймаған, сіздің таяғыңыз. Әлі тызылдап, әлі естен кетпейді. Күлкілі. Жаман ағаңның берген саған. Ақыл дейміз бе? Немен істейміз бен? Жаман болған жоқсың ғой? Сен де 5-6 баланың әкесі баппын. Балаларың бәрі қызмет жұмысы істеп жүрміз. Рас. Сізден тағмаған қалдырған бір дүниеңіз бар ғой. Темекі тарттыңыз ғой сіз алға. Есіңізде бар ма? Марқұм ағам үйретті ғой. Ағаңыз үйретті. Сіз сол ұмытпасам 5-ші класс бітірдіңіз жазда. Каникулға Сөңкүлгөлге бардыңыз сіз Сөңкүл жаққа. Апайларға барып қайтып келдіңіз. Жылтыр пакетке ораған темекіңіз бар. Екеуміз аршаның түбінде қарағасқа бері мініп барып, мен кесіп артыңызға. Тұталып темекі тарттыңыз ғой сіз. Үйге келер талаға көміп тсақ бітеміз ғой. Соны әжем сұрайды. Анау немене бірдеңе сасып тұр ғой дейді. Айтайын десем қорқам сізден. Темекі тартып тұр деп. Содан бері міне темекі тарттыңыз міне. Темекіңізге де бір 45-50 жыл болды. 53 жыл болды. 53 жыл болды. Алға сіз тағы да темекіден кейін маған үйреткеніңіз мороженое алып бердіңіз ғой. Мұздаған мұз. Елдің бәрі қолын ұстап деп жүр. Мен көріп, мына мороженое дейді, мынаны жалап жейсің деп. Одан қаланың адамдары былай киінеді деп сіз дүкенге апардыңыз мен, балалар дүкеніне апарып, киім таңдап. Орубашқа бар еді, соны әскерге барған секейдің ғой деп соңыз. Әдемі көгелі
Siz alып бердіңіз, түймесі бар. Енді Құдайға шүкір, бала чағасы міне оттасқанымызға 50 жыл болып, бала чағасы той жасап беріп жатыр. Енді оғанда Аллаға шүкір. Біз үйленгенде 19 жасымызда екеміз бас құрағамыз. Бұл кісінің неге сіңірген жетістігі мол, мықты, сабырлы, ештеңеге ренжімейді, ештеңені уайымдамайды. Сондай сабырлығынан осы жасқа келді. Құдайға шүкір, міне Алла бала чағамыздың, 5 баламыздың, немере шөберелеріміздің арқасында міне үлкен мерейтойымыз жасап жатыр. 50 жыл болып. Осы 70 жасқа келген де бар, келмеген де бар. Баладарыма рахметімді айтам. Мен баладарыма үнемі ақыл кеңесімді, тәрбием ретінде айтып отырам. Кішкене кезінен бастап. Өтірік айтпа, біреуге тиіспе, бұзық болма деп. Оның арқасы 5 балам 5-еуде жақсы ер жетіп, бәрі жеке-жеке үй семьялы барып, бала шағалы болып істеп отыр. Жұмыс қызмет істеп жатыр, бәрі де жұмыста. Екінші ұлым қазір облыстық аурухананың директоры, бастығы болды. Бұрыннан Алматы қаласының 4-ші больницада істеп тұрған, былтыр қыста келді, январ айында. Содан бері осы больницада істейді. Мамандығы хирург, травматолог. Басқа баладарымда бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Отбасылар аман, сол баладарым айтып отырам. Қазір атаң мен апаңнан естіген ақыл сөзді құлақтарыңа сіңіріп алыңдар. Адамға қиянат жасамаңдар, сабақтарыңды жақсы оқыңдар деп. Соның арқасы ғой, баладарым жақсы өсті. Қазір мына баладарым, папа, 70 жасыңызды тойлатып берейік. Не жақсылық көрдіңіз, дейді. Осыған риза болып, енді мені баладарым тойлатып, мені бір қуантып тастағай отыр. Бұған да шүкірлік. Бала шағам аман болсын, еліміздің іргесі тыныш, халқымыз аман болсын. Әрқашанда берекелі бірлікті болып, баладарымның қарым-қатынасы, халықпен сөйлесетін қарым-қатынасы дұрыс болса, ештеңеден жаманшылық көрмейді. Басқа енді не болады, қазір кемпіріміз екеміз, осы немерелерімізді бағып, одар келмей қалса іздеп шақыртып алатын жағдайға келеді. Сол баладарымызға айланып, содарға мәз болып жатқан жайымыз бар. Bir klasta bir partada oturduk. Atan қолынан ұстап. Men kişkentayмын. Sonda jenge болатын бала көкірек сездіріп жүрген екен ғой сізге. Сабаққа барып аяғым ауырады ғой. Кішкентай қарды омбылап жүре алмай бара жатқанда мамаң мені көтеріп алады қондартын. Білген ғой. Айнымды көтеріп сабағын оқытқан. Мектепке дейін көтеріп апарады мені. Сондай алтын адам, алтын класстасым менің алтын жеңгем болды ақыры. Рахмет. Жасай беріңіз. Тағы да бір 70-90 жасай беріңіздер. Аман болыңыздар.